компаниясының Venom соңғы би туындысын қазақ тіліне дыбыстау әрине үлкен қадам. Шетелдік фильмдердің қазақ тіліне дыбысталуы ол тілдің дамуына, өзінің еліне деген махаббатын тағы да ашатын өте маңызды қадам. Бұл бір болашаққа жаңа дем деп білемін. Аты кім өзінің? Нал. Әрбір жастағы бала, азамат ол киноны көріп өтеді. Ол нәрсені қазақ тілді бізге тұтыну өте маңызды деп ойлаймын. Дами беру керек. Бұлға бастамасы ғана деп түсінемін. Менің ойымша, мысалы, ойлаңыздар, Том Хардидің образын егерде мысалы бір өте әйгілі қазақстандық актер сомдап жатса, менің ойымша біздің көрермендерге қызық болады. Яғни бұл үлкен коллаборация. Сен мені Том Круз деп педің! Біздің көрермендер де ойлап жатқан шығар, Анара Батырхан Веномда кімді сомдайды? Яғни сіздер келесіздер, көресіздер, сол кезде мен дауысымды тауып көріңіздер. Жалпы осы дубляж қазақ дубляжының тарихында есінде қалатын бір ерекше жоба болатынына кәміл сенемін. Я бір рет көріп жіберейін. Дубляж саласына мен көптен бері келгім келіп жүрген болатын. Бүкіл әлемде сұранысқа ие фильмнің дыбыстауына сені лайықты деп жататын болса, онда ол мен үшін үлкен мәртебе. Олар қашып жүр. Неден? Анара осылай сені Веномға, қазақша дубляжға шақырып жатыр деген кезде, вау дедім, бірінші сөзім, вау, қалай, керемет, қандай образда. 10 жылдық тәжірибем дубляж саласында жүргендіктен, сол жүрген жұмыстарымның бір жемісі деп білемін. Әртістер шынымен кәсіби. Мен сөйтсек, мен кәдімгідей мен дыбыстап тастаппын. Мен ол кезде білген жоқпын дыбыстап отқанын. Мен ойлаған бой бұл кастинг деп. Біреудің дауысын келтіріп жатқанда барынша сол адамның, кейіпкердің мінез құлқын да даусыңмен жеткізуің керексің. Бір қарағанда қиын сахналардың барлығы әртістің жаңа қабілетінің арқасында өте оңай жүріп кетті. Олар бізді тапты. Дауыстың өзгеруі, сол дауысты өзің жасап айғайлауың. Черт повери дегеннің орнына, ой, кеңнің аузы деген сияқты сөздерді қостық. Сіз өзіңіз кіріп айтсаңыз соны. Керісінше демалғандай болдым, бір ләззаттанып, рахаттандым. Жалпы ойымнан шыққан жобалардың бірі деп білемін. Қазақ дубляжындағы жаңа деңгей деп есептеймін. Маған бұл үлкен тәжірибе болды. 24 қазаннан бастап Venom соңғы би фильмі қазақ тілінде көрерменге жол тартады. Баршамыз сонда кездесейік. Эдди, өлгенше қасыңда боламын.